Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дін бауырларым. Құрметті дін бауырларым, сіздерді бәрлеріңізді омбы мұсылман діни басқармасының атынан және жеке өз атымнан келе жатқан Маулид айы қасиетті Рабиғыл Ауал айының келуімен құттықтаймын. Расында да Аллах Тағала Құр'ан-ы Каримде былай дейді: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби, я айюхаллазина аману, саллу алейхи ва саллиму таслима». Расында да Аллах Тағала және оның періштелері пайғамбарға Мұхаммедке салауаттарын оқиды. Сондықтан сендер де, ей иман келтірген пенделер, Расулімізге, пайғамбарға салауаттарды көп айтып отырыңыздар. Аллах Раббымыз Азза ва Джалла осы келе жатқан Рамазан айының қайырлы құтты қылып, барша діндерімізге саулық сәлеметтік берсін. Аллах Тағала шын ниет, ихласпен жасаған құлшылықтарымызды, ғибадаттарымызды қабыл қылсын. Расуліміз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламды еске алып, оның өмір баянын балаларымызға үйретіп, соған арналған өте көп мәжілістерді өткізуге Алла Тағала нәсіп етсін. Шын жүректен құттықтаймын сіздерді, құрметті дін бауырларым. Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатуху.